Қайырлы күн, құрметті салық төлеушілер мен жазылушылар. Мемлекеттік кірістер комитеті камералдық бақылауды қашықтықтан орындау туралы хабарлама бейнефильм форматында ең көп қойылатын сұрақтарға жауап береді. Өздеріңіз білетіндей, цифрландыру қазіргі кезде әлемдік тренд, ал цифрлық қызметтер өмірдің барлық саласында сәтті жүзеге асырылуда. Уақыт пен материалдық ресурстарды үнемдеу, сондай-ақ салық органдарының қызметкерлерінің байланысты барынша азайту мақсатында камералдық басқару қашықтықтан басқаруға бейімделген. Камералдық бақылау туралы хабарламалар электронды түрде салық төлеушілердің жеке кабинеті кеңсесі веб қосымшасына, ал 2020 жылдан бастап электрондық үкімет веб порталына жіберіледі. Егерде салық төлеушілерде электрондық үкімет порталының жеке кабинеті болатын болса. Енді сіз өз үйіңізден шықпай, әлемнің кез келген нүктесіне бола отырып, камералдық бақылау туралы хабарламамен салық төлеушінің жеке кабинеті арқылы қалай танысуға болатындығын, сондай-ақ электрондық үкімет порталы арқылы салық органы жіберген хабарламамен қалай танысуға болатындығы жөнінде нақты көрсететін боламыз. Шолу Chrome браузерінен өткізіледі. Бірақ сіз басқа шолғышты пайдалана аласыз. Ол үшін сізге электрондық цифрлық қолтаңба ECQ қажет. Егер салық төлеуші электрондық үкіметтің веб-порталында тіркелген болса, біз салық органы жіберген хабарламаларды электрондық үкіметтің веб-порталы egov.kz сілтемесі арқылы көре аламыз. Жеке кабинетіңізді енгізу үшін жеке кабинет қойындысын таңдаңыз. Бұл жағдайда біз ECQ-ны таңдаймыз. Содан кейін біз сертификатты таңдау батырмасын басамыз. Әрі қарай біздің ECQ сақталатын папкаға жолды таңдап, парольді енгізу арқылы жеке кабинетке кіреміз. Біз кірдік. Жеке кабинетте біз барлық алынған хабарламаларды көре аламыз. Кіріс хабарламаларын қарау үшін жоғарғы жағында орналасқан кіріс жәшігі қойындысына кіреміз. Мұнда алынған мемлекеттік қызметтер туралы барлық хабарламаларды көруге болады. Біз оны ашамыз. Хабарлама терезесі пайда болады. Сіз хабарлама нөмірімен және бұзушылықтың мәні туралы қысқаша сипаттама аласыз. Осы хабарламаның толық нұсқасын алу үшін электрондық пошта мекенжайын төменде көрсетілген өріске енгізіп, пошта арқылы алу батырмасын басыңыз. Осылайша PDF форматындағы камералды басқару туралы хабарлама жіберілгеннен кейін сіз көрсеткен мекенжайға жіберіледі. Бұл интерфейсті пайдалану кезінде ол бұл хабарламаға жауап бермейді. Алайда, егер салық төлеушілер кабинетінің веб қосымшасы болған жағдайда ғана, салық төлеуші хабарламаны оқып қана қоймай, оны электронды түрде де орындай алады. Қызметтік бақылау туралы хабарлама екі жолмен рәсімделеді. Бұл салық есептілігін немесе түсініктемелерді беру. Осыған байланысты салық төлеушінің кеңсесіне кіру жұмыс күйінде сақталуы керек. Хабарламаны орындау үшін 30 жұмыс күні берілгендіктен, оның мерзімі аяқталғаннан кейін салық органдары банк шоттарының шығыстар операцияларын тоқтата тұру, салықтық тексеру жүргізу, әкімшілік жауапкершілік сияқты шаралар қабылдайды. Ол үшін кабинет.салық.kz сайтына кіруіміз керек. Яғни салық төлеушілер кабинеті веб-порталы. Содан кейін жоғарғы оң жақ бұрышта ECQ-мен кіру пайда болған терезеде электрондық кілт сақталатын қоймаға жол таңдаңыз. Біз кілтті таңдаймыз. Құпия сөзіңізді енгізіп, таңдау, содан кейін ОК батырмасын басамыз. Кірген кезде терезе ашылады. Онда жеке кәсіпкер немесе жеке тұлға санатын таңдау керек. Егер сіз заңды тұлға болсаңыз, онда таңдау әдепкі бойынша, яғни автоматты түрде жасалады. Біз қарастырып отырған мысалда жеке кәсіпкер болғандықтан, жеке кәсіпкер батырмасын таңдаймыз. Егер салық төлеуші жаңа хабарлама алса, ол бірден біздің жағдайдағыдай ашылады. Мен хабарламаны оқыдым деген ұяшықты белгілемейінше, ол салық төлеушілер кабинетіне кірген сайын ашылады, және одан әрі әрекеттерді жүзеге асыру мүмкін болмайды. Міне, біз камералды бақылаудан хабарлама алғанымызды көрдік. Онымен одан әрі жұмыс істеу үшін сіз хабарламаны оқу батырмасын басу арқылы онымен таныс болуыңыз керек. Қорапты белгілегеннен кейін хабарлама бөліміне өтеді. Біздің хабарламамызды толығымен қарау үшін
хабарлама, шешім қойынысын ашуымыз керек. Ішкі мәзір пайда болады. Онда біз хабарлама, шешім таңдаймыз. Мұнда біз белгілі бір кезеңге келіп түскен құжаттарды таңдай аламыз. Мысалы, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бүгінгі күнге дейінгі күнді көрсете аламыз. Немесе іздеу жүйесінде біз жұмыс жасағымыз келетін нақты құжаттың, хабарламаның нөмірін көрсете аламыз. Содан кейін біз табу батырмасын басамыз. Жіберілген хабарламалар, шешімдер тізімі көрсетіледі. Камералдық бақылау туралы хабарламаға қосымша алу үшін әрекеттер бағанындағы хабарлама бөліміне өтіп, сары конверт белгішесін басып, қалқымалы терезеге электрондық пошта мекенжайын енгізіп, оны жіберуіміз керек. Осыдан кейін сіздің хабарламаңызға тіркеме бар салық хабарламасының толық нұсқасы келеді. Осылайша, осы қойындыны ашып, салық органдарына бармай-ақ, сіз өзіңіздің хабарламаңызды көресіз. Осы хабарламаны қарап шыққаннан кейін, біз оны орындауымыз керек. Хабарламаны орындау үшін құжаттың атауы бағанында камералдық бақылау туралы хабарламаны таңдаңыз. Хабарландыру ашылып, төменгі жағында 2 белсенді батырма пайда болады. DNFN жіберу арқылы хабарламаны орындау кезінде біз хабарлама арқылы қосымша жасау, ал түсініктеме беру кезінде түсініктеме жасау тармағын таңдаймыз. Хабарлама бойынша қосымша салық есептілігін қалай ұсына алатыныңызды қарастырайық. Сол арқылы оны орындай аласыз. Біз хабарлама бойынша қосымша жасауды таңдаймыз. Содан кейін жүйе салық есептілігінің ұсынылатын шаблонын ұсынады. TNF аяқтауға арналған ұсыныстармен бірге қалқымалы терезе пайда болады. Содан кейін TNF шаблоны шығады. Хабарламаның нөмірі мен күні салық есептілігінде ескерту арқылы қосымша салық есептілігі түрінің белгісімен автоматты түрде көрсетілетіндігін ескеріңіз. Содан кейін біз есеп беруді толтыру ережелеріне сәйкес толтырамыз. Барлығы дұрыс толтырылғанына көз жеткізіп, УГД-ге жіберу батырмасын басамыз. Сіз ұсынылған есептерді салық есептілігінің нысандары, формалары журналы қойындысынан көре аласыз. Біз келесі әрекеттерді орындаймыз. Қайтадан құжаттың атауы бағанында қажет хабарламаны таңдап, содан кейін камералдық бақылау туралы хабарлама батырмасын басыңыз. Хабарлама ашылады, ал төменгі жағында біз түсініктеме жіберу батырмасын таңдаймыз. Және бұл жағдайда жүйе түсіндіру шаблонын қолжетімді етеді. Пайда болған мәтін өрісінде біз түсіндірудің мәнін сипаттаймыз. Егер түсініктемеде кез келген растайтын құжаттарға сілтеме жасасақ, салық есептілігін қоспағанда, онда мұндай құжаттардың сканерленген көшірмелері түсіндірмеге қоса берілуі керек. Ол үшін файлды таңдау батырмасын басыңыз. Құжаттардың ішінен бізге қажетті файлды таңдаңыз. Бұл функционалдылық кез келген құжатты тіркеуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, тіркелген файлдардың көлемінде шектеулер бар екенін ескеру қажет. Егер сіз жіберетін файлдар мөлшері 10 мегабайттан асса, онда сіз файлдарды бөліп, бірнеше хабарламада жіберуіңіз керек. Бұдан әрі барлық растайтын құжаттармен бірге дайындалған электрондық түсініктеме жіберу батырмасы арқылы жіберілуі керек. Сондай-ақ тіркеу, қайта тіркеу жарамсыз контрагенттермен жасалған мәмілелер үшін заңды күшіне енген сот шешімі негізінде салық төлеуші түсініктемелер беруге құқылы емес екенін ескеру қажет. Өз кезегінде салық органдары салық төлеушінің хабарламаны орындауы туралы ақпаратты жедел алады. Салық есептілігінің қосымша нысандарын, электронды түсініктемелерді талдайды және кері байланыс режимінде түсініктемеде келтірілген дәлелдерді ескере отырып, хабарламаңызды орындалмады деп жариялаудың себептері бар болған жағдайда, хабарламаны орындалмаған деп тану туралы шешім жібере алады. Бұл шешім салық төлеушілер кеңсесіне де жіберіледі. Сол сияқты, хабарлама жағдайындағыдай, яғни салық төлеушінің кеңсесіне кірген кезде, егер салық төлеуші шешім алса, ол бірден ашылады. Сіз «мен шешімді оқыдым» деген жолды белгілегенше,
Ол салық төлеушілер кабинетіне әр кіреберісте ашылады. Біздің шешімімізді көру үшін бізге хабарлама, шешімдер қойындысын ашу қажет. Ішкі мәзір пайда болады. Онда біз хабарлама, шешім таңдаймыз. Мұнда біз белгілі бір кезеңге келіп түскен құжаттарды таңдай аламыз. Мысалы, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бүгінгі күнге дейінгі күнді көрсете аламыз. Немесе іздеу жүйесінде біз жұмыс істегіміз келетін нақты құжаттың, шешімнің нөмірін көрсете аламыз. Содан кейін біз табу батырмасын басамыз. Жіберілген хабарламалар, шешімдер тізімі көрсетіледі. Осы тізімнен біз қабылдаған шешімді таңдаңыз. Хабарламаны орындалмаған деп тану туралы шешімді зерделей отырып, салық органы хабарламаны орындалмады деп тануының себептерін талдап, салық төлеуші көрсетілген кемшіліктерді жоя алады, немесе шешімге шағымдан алады. Шешім жеткізілген түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде шешімге жоғары тұрған салық органына немесе сотқа шағым берілуі мүмкін. Салық төлеуші хабарламаға да, шешімге де электронды түрде шағымдан алады. Ол үшін сайтқа электрондық үкіметтің веб-порталы арқылы кіруіміз керек. Біз кіреміз. Төмен айналдырыңыз. Сол жақта біз электрондық шағымдану бөлімін табамыз. Кіріңіз. Содан кейін жоғарғы оң жақ бұрыштағы интернеттегі қызметке тапсырыс беру қойындысын басамыз. Біз порталға кірудің тәсілдерінің бірін таңдаймыз. Бұл жағдайда біз ЭЦХ-ны таңдаймыз. Содан кейін біз сертификатты таңдау батырмасын басамыз. Құпия сөзіңізді енгізіңіз. Біз қол қоямыз. Жасалған сұраулар пайда болады. Содан кейін шағым жасау үшін құру қойындысын таңдаңыз. Осыдан кейін сервис тек ақпараттық жүйе арқылы мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесуге арналғандығы туралы хабарлама терезесі пайда болады. Қарау батырмасын басыңыз. Бірінші қадам жаңа өтініш шығады. Онда сұралған ақпаратты толтыру қажет. ЖСН, аты жөні, бұл жағдайда бұл жолдар автоматты түрде толтырылады. Біз пошта мекен-жайын, телефон нөмірін, аймақты, осы шағым жіберілген мемлекеттік органды толтырамыз. Мазмұны өрісіне шағымның мәтінін енгізіңіз. Егер сізге қосымша құжаттарды тіркеу қажет болса, файл өрісінде файлды таңдау батырмасын басыңыз. Бұл ретте тіркелген файлдардың көлемінде шектеулер бар екенін ескеру қажет. Әрі қарай барлық растайтын құжаттармен бірге дайындалған электрондық үндеу, жіберу батырмасы арқылы жіберілуі керек. Содан кейін ЭЦХ қолдану арқылы екінші қадам қол қою. Біз қол қоямыз және сіздің шағымыңыз сіз таңдаған жоғары мемлекеттік органның мекен жайына жіберіледі. Осылайша бүгінгі мысалда біз сізге компьютермен интернетке қосылуға, ЭЦХ-ға ие бола отырып, салық органымен өзара әрекеттесу, хабарлама алу, онымен танысу, оны орындау, немесе шағымдану бойынша іс-әрекеттерді қалай жүзеге асыруға болатындығын айқын көрсеттік. Назарларыңызға рахмет.